Мы не могли представить, что такое может произойти в нашей стране. К виску поставили пистолет и говорит, или останешься инвалидом, или вообще убьем. И слышно, как люди там стонали, их молотили. Такой жестокости не было никогда. Дети очень боятся людей в погонах, особенно когда ездят на таких бусах в масках. Происходило то, что не укладывается в мое сознание. Зачем это чрезмерная реакция? Милицейский произвол. Силовой ответ. Это нормально. Армысыздар. Сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Бүгінгі шығарылым ТМД елдеріндегі кезекті диктатордың өз халқына қарсы жасаған қиянаты жөнінде сөз қозғайтын боламыз. 2020 жылдың 9 тамызында өткен президент сайлауынан кейін елде жаппай наразылық орын алып, Еуроодақ пен Америка ширек ғасыр билік еткен Еуропаның соңғы диктаторы Лукашенконың жеңісін мойындатудан бас тартты. Сонымен қатар, Еуроодақ құрамындағы 27 мемлекет Беларуське санкция енгізу мәселесін қарастырды. Лукашенконы айқын жеңісімен құттықтаған елдер қатарында Қытай, Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан бар болған. Беларусь елінің халқы да сайлау нәтижесімен келіспей, біраз уақыт наразылық шараларын ұйымдастырып, ірі қалаларда мерзімсіз митингтер өткен болатын. Қарапайым халықты елдің белді тұлғалары, зиялы қауым қолдап, беларустармен алаңда тұрды. Аталмыш жаппай наразылық шаралар бейбіт түрде өткізу мүмкіндігі бар екенін әлемге паш етіп көрсетті. Сонымен қатар, таралып жүрген ақпаратқа сәйкес, олар өз халқының жоғары деңгейдегі міндеттілігін дәлелдеген болатын. Лукашенко болса, қолына қару алып, халыққа өзінің қаталдығын көрсеткісі келді. Жаппай құрықтаулар орын алып, көптеген адам түрмеге қамалды. Ақыры, ол дегеніне жетіп, өз орында қалды да, халық қарапайым өмірге қайтта оралды. Human Rights Watch ұйымының 2021 жылғы есебі бойынша, Беларусь полициясын қарашаның ортасына дейін 25 мыңнан астам адам ұстаған жөнінде мәлімдеген болатын. Мұнымен қатар, Беларусь билігі саяси оппозиционерлерге, наразылық танушылар мен олардың жақтастарына азаматтық белсенділер мен құқық қорғаушыларға қарсы саяси астары бар жүздеген қылмыстық іс қозғаған екен. Енді міне 2021 жылдың мамырында Беларусь басшысы Александр Лукашенко наразылықты әскери және арнайы техниканың көмегімен басуға рұқсат беретін заңға қол қойды. Басқа сөзбен айтқанда, егер шартты түрде келесідей бір жаппай наразылық шаралар ұйымдастырылса, құқық қорғау органдары қарапайым халыққа оқ атуға және арнайы техниканы қолдануға рұқсат беріпті. Сонымен қатар, құжат әскери техника мен қару-жарақ пайдаланатын құқық қорғау органдары өкілдерін ұстау кезінде келтірген шығынын үшін жауапқа тартпауға мүмкіндік береді. Тек ұстау. Қорытындыға келгенде, бұрынғы КСР елдерінің президенттері өзінің қатыгездігін кезекті рет әлемге паш етіп көрсетті. Сөзсіз, бәлкім кейбіреулер бұл басқа елдің тірлігі, оған шаруамыз болмасын деп ойлауы ықтимал. Бірақ атышулы заң жобасы көптеген халықаралық адам құқықтарын бұзып жатыр деп ойлаймын. Бұған бейжай қарамауымыз керек. Мен ойымша, осы әрекетпен Лукашенко өз халқының тағы да бір сенімін жоғалтты. Осындай әрекеттерді айыптау керек. Жазықсыз адамдар жарақат алып, мерт болмауы тиіс. Арнамыздан алыстамай лайк басып, пікірлеріңізді білдіріңіздер.